Музейден тарих дейтін бақыт табамыз. Қазақтың қасқа жолы қатпараңыз. Музейдің радио арнасымен бабалар жүріп өткен сақталарыз. Дәуірлерді дәріптеп бұл арнада ғасырлар ғаламатын ақтарамыз. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Эфирде музей радиосы, микрофон алдында мен Әйгерім Сейітбекқызы. Бүгінгі хабар кітап әлеміне арналмақ. Кітапты қалай таңдау керек, кітап оқу дағдысын қалай қалыптастыру керек, осы және басқа да қызықты сұрақтарға бүгінгі студиямызға келген қонақтар жауап беретін болады. Бүгін бізде қонақта қаламыздағы Байұзақ Ермекбаев атындағы нөмірі 271 орта мектеп директорының ғылыми әдістемелік орынбасары Аймұратова Ғани Әбдіжанқызы және 10-шы сынып оқушысы Әлтай Аймен. Студиямызға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Ғани Әбдіжанқызы, жалпы мектеп қабырғасында білім беру тек қатып қалған ережелерді жаттату, теориядан аспау деген емес. Білім беру бұл тәжірибемен астасу керек. Сондай тәжірибелердің осы басты құралы кітап. Еркін түрде кітап оқыту балаларға. Кітап жалпы ақы сұрамайтын қазына. Осы кітапты мектеп қабырғасында балаларға оқытуға, соны қызықтыруға қандай шаралар, қандай жобалар жүзеге асырылып келеді? Біріншіден, бүкіл Қазақстан Республикасының мектептеріне міндеттелген, министрлік тарапынан міндеттелген 4 жоба бар. Соның бірі оқуға мектеп. Осы оқуға мектеп аясында мектеп оқушыларына арнайы тапсырмалар беріліп, іс-шаралар, жарыстар, әртүрлі осындай іс-шаралар жүргізіледі. Одан бөлек, жалпы біз әдебиет сабағын өткен кезде ол міндетті түрде баланың оқуға дағдысын қалыптастыру үшін күнделікті әр 90 сайын бір көркем шығарма оқып тапсыру деген сияқты осындай шарттармен осылай оқытып жатырмыз қазіргі таңда. Жалпы оқу, ол көркем әдебиет оқу баланың бойында бірнеше құзыреттіліктер қалыптастырады. Қазіргі заман білім талабына сәйкес оқу сауаттылығын қалыптастыруда ең бірінші кітап оқу керек. Осы нәрсені басты талапқа ала отырып, соның ішінде қазақ тілі мен әдебиет пәндерінің мұғалімдеріне артылған жүк өте зор. Сондықтан әр 90 сайын бір көркем шығарма оқытуға өзім тырысамын оқушыларға. Тамаша. Ал Әймен, енді кітап оқуда бастысы қанша кітап оқығанда емес, негізі қанша кітап сенің санаңа жата қалуында, қаншасы сенің соны түсінуіңде, дегенмен қанша кітапты еңсердің, қаншасын оқып тауыстың, қаншасы санаңа жата қалды, қаншасын түсіндің, қаншалықты деңгейде? Осы кезге дейін өзім 20 шақты кітап оқыдым. Оның барлығы дерлік есімде қалды. Яғни мен ол кітаптарды түсініп, шын ықыласпен оқығаннан кейін қазір барлығы есімде. Ал енді соны оқуда негізі айтып жатыр, кітапты тез жай оқығаннан гөрі тез оқыған сайын тез түсінеді деп, және көзге күш түспейді дейді. Сосын қаншалықты рас? Мен өзім бір күнде тіпті 100 беттен де көп оқыған кездерім болды. Яғни оның барлығы менің есімде қалды және менің ондай көзіме деген ешқандай зиян келген жоқ. Қандай кітаптардың, қандай жанрларын ұнайды саған? Маған көркем әдеби кітаптар ұнайды көбінесе. Сол бұрынғы кездің кітаптары, бұрынғы замандағы болған оқиғалар, сондай нәрселер мені қатты қызықтырады, сондай кітаптарды оқимын көбінесе. Шытырман оқиғалар, фантастикалық кітаптар жаныңа жақын ба? Ондайларды оқып көрмеймін. Енді сен бір кітапты тоғыстың дейді, бір үлкен романның бірінші бөлігіне Алмас Қылышты оқыдың, Ілияс Есенберлиннің. Өзіңе не түйдің? Осы кезге дейін мен ол кісі, жаңағы хандар, сол билер туралы оның ішінде айтылады. Мен осы кезге дейін ол кісілердің ондай тарих сабағында бізде ол кісілер туралы айтылады, бірақ та тарихи тұлғалар туралы айтылады, бірақ та оны былай кеңінен айтып көрсетпеген. Мен осы кітапты оқи отыра ол кісілердің барлық қырларын түсіне алдым және көптеген бұрынғы кездегі салттар, соларды біздің қазіргі заманмен салыстыра отырып көптеген нәрселерді түсіндім, көптеген нәрсе қызықты мәліметтерді өзіме ала алдым және сол көптеген тұлғалар туралы өзім бұрын-соңды естімеген мәліметтерді ала алдым сол кітаптан. Жалпы көшпенділер кітабын оқи отырып, мен көптеген тарихи тұлғалардың қызықты мәліметтерін біле алдым және маған Шыңғыс ханның таста тамыр болмайды, ханда бауыр болмайды деген сөзі қатты ұнады. Яғни сол кездегі хандардың бір-біріне деген қарым-қатынасы, баласы мен әкесінің арасындағы, ағасы мен інісінің арасындағы көптеген қарым-қатынастар мені таңғалдырды және мен өзіме сондай бір керемет мәліметтер ала алдым сол кітаптан.
билік шынтас. билік шынталас сондай қазіргі заманмен сол бұрынғы заманды салыстыра отырып оқырмын десем де болады. Жарайсың. Енді Шыңғыс ханды көп жағдайда көп әдебиетте, еңбектерде жауыз кейпінде көрсетеді, ал бұл шығармада қалай көрсетілген Алмас Қылышта? Ол шығармада да тура солай, Шыңғыс ханның қатыгез болғаны, сол жауыз ажал арқылы әлемді жаулаймын деген ойы болған туралы басталады. Негізінен Шыңғыс ханды тура солай көрсеткен кітапта да. Енді сол кітаптың ішінде Тоң Болат деген есімді естідің бе? Тоң Болат. Тың Болат. Бұл Шыңғыс ханның жеңгелерінің қойған есімі екен. Шыңғыс хан деп айта алмаған, Тың Болат деп қойған екен. Енді Ғани Әбдіжанқызы жалпы балаларды мына кітапты оқиды. Оқығаннан кейін мектепке келіп талқылай ма, арнайы бір дөңгелек үстел өте ма, бір шығарма ортақ беріліп жан-жақты сол талқылана ма, қалай жүзеге асады әрі қарай процесс жүріс? Енді мен өзімнің пәнім бойынша, жаңа 90 бойынша берілген тапсырмада ол маған аннотация жазып келеді. Сосын мен өзім сұрақтар қою арқылы ол баланың оқыған-оқымағандығын тексеремін. Ал мектеп көлемінде берілген тапсырманы мысалы сыныбаралық жарыстар өтеді. Ол бірнеше сатыдан тұрады ол жарыстар. Біріншісінде тест тапсырады, екіншісінде сол ішіндегі бір оқиғаны көрініс ретінде көрсету, үшіншісінде әртүрлі ұяшықтар мен сұрақтар тапсыру деген сондай бір жоба Құдай қаласа біз алдағы демалысқа жоспарлап отырмыз. Әлем әдебиетінің жауһарларының бірі балалар әдебиетіндегі Сүлеймен патшаның кеніші деген шығарманы оқып жатыр 8-ші класс оқушылары. Алла қаласа 8-ші осы алдымыздағы демалыстың балаларды осы оқулық бойынша, осы көркем әдебиет бойынша жарысты жоспарлап отырмыз. Енді кітап оқыған бала мен оқымаған баланың айырмашылығы сабақ барысында көріне ме? Әрине, оқыған бала ойын еркін жеткізе алады. Ол ойын еркін жеткізу баланың сөйлеу дағдысы деген кез келген пәндік білімге қажетті дүние. Жалпы сөйлеу дағдысы дамымай қалған көп балалардың қазір қарап отырсаңыз, ол сөйлеу дағдысы дамиды, ол баланың ойлау көкжиегі кеңейді. Кітап оқыған бала менен кітап оқымаған баланың айырмашылығы жер мен көктей. Жалпы оқу дағдысы бұл тек қана көркем шығарма оқу тек қана қарамау керек, ол бүкіл пәндік білімге қажет. Оқу сауаттылығы дамиды, оқу сауаттылығын дамыту деген ол мысалы мәдени, әдеби құзыреттілік, оқу құзыреттілігі, сөйлеу дағдысы, әртүрлі жанрдағы шығармаларды жаза білу дағдысы бәрін қамтиды. Осындай кітап оқу арқылы баланың бірнеше дағдысын дамытуға болады. Кітап оқымаған бала менен кітап оқыған баланың айырмашылығын мысалы кез келген бір нәрседен сұрақ құрастыру арқылы да құрастыруға тапсырма берсеңіз, сол арқылы да екеуінің айырмашылығын білуге болады. Көрініп тұрады, Енді елбасының айтқан сөзі болса керек, жаңа кітап оқыған жастар ертең компьютерді меңгерген жастарды басқарады деген бір әдемі сөз бар. Сондағы қазіргі таңда нанотехнология деп гаджеттерден оқып жатыр ғой, электронды оқулық деп жатамыз. Кітапты парақтап емес, экранға телміріп отырып кітап оқу, сіз қалай құптайсыз ба? Мен құптамаймын. Өйткені біз балаларды қазір кітап оқуына оқуға құштар мектеп жобасының өзі, мысалы баланы ол телефоннан алыстату. Негізі біз үйімізде балалар телефонға емес, кітаптың тартымдылығы күшті да, телефонның. Ол электронный оқу үшін тағы да сол компьютер болмаса телефонға жүгінеді. Ол біріншіден кітапты парақтап оқығанға жетпейді. Миға жету деңгейі. Екіншіден ол баланың көзіне өте зиян. Денсаулығына өте зиян. Ал енді былай қарасаңыз, жаңағы электронный кітапты кез келген жерде қолжетімділігі жөнінен ол жақсы, бірақ жаңа денсаулығы баланың қазіргі заманда жаңағы кітапханаға бару деген сияқты мәдениеттер бар ғой балалардың. Әр жерден жаңағы деректер іздеу деген сияқты. Ал бұл кәдімгі кітапты қолмен ұстап оқу үшін кітапханаға бару, сол мәдениеттерін бәрі қалыптасып қалады. Керемет, әдемі. Енді Ғани, енді сен Робинзон Крузо деген шығармаңды толықтай
бітіріпсің, иә? Иә. Авторы кім және Робинзон Крузо қандай кейіпкер сен үшін, болмысы қандай? Авторы Даниэл Дефо. Жалпы Робинзон Крузо өте еңбекқор. Ол тағдыр оны қанша сынаса да, ол мүлдем оған қаймықпады. Яғни ол адам жоқ аралда қалып қойған кісі, өте көп 30 жылдай бойы сол жерде тұрған, және ол жоқтан бар шығарып, өзінің бұрын соңды жасап көрмеген нәрселерін сол жерде үйреніп, өмірге деген талпынысы артып, және Құдайға деген сенімі де сол жерде артты, және сондай өзінің өмірге деген жақсы талпынысымен ол сынақтан ол шықты, және маған соның еңбекқорлығы, сол тағдырдың сынағына сынбағаны ұнады. Ал соның ішінде орысша оқығанда пятница, қазақша жұма деп аударма ма? Өзінің құлы болған сондай. Ол образ саған қалай көрінді? Ол негізі Крузо өзі сол бір адамды армандады, өзінің қасында бір тіршілік иесі болса екен деп. Және ол ең бірінші ол түсті көрді, өзінің қасында сол бір құлдықтан адамды құтқарып алып жатқан, және ол өңінде орындалып, сол жұманы кездестірді. Кейін ол жұманы кездестіргеннен кейін оны да жақсы жаққа үйретті. Негізі жұма ол үндістандық жабай болып келеді, бірақ ол адам етін жейтін болғандықтан оған жаңағы Крузо кәдімгідей тамақтануды, жақсы сөйлеуді, жақсы киінуді барлығын үйретті. Және жұма ол Крузоға өте адал болды. Өзінің Крузоға ол қатты көмектескісі келді, және оның қасында көмектесіп жүрді. Қасынан кеткен жоқ Крузоның. Адал досы болды, иә. Бір-бірін түсінбеді, бірақ сондай бір рухани байланыс болды, иә? Крузо оған үйретті өзінің тілін. Иә, кейін екеуі бір тілде сөйлейтін болды. Енді жалпы қасыңдағы достарың, қыздар, ер балалар кітап оқи ма? Негізі бұрын осы 9-шы сыныпқа дейін біздің сынып жетекшіміз Ғани апай болған кезде жаңа бізге тапсырмалар беретін. 90 аяқталғанда осы кітапты оқып маған тапсырасыңдар деп. Сол кезде мен өзімнің класстас қыздарыммен бірге Тәжібаевқа барып, сол кітапты алып, бірге жарысып оқитынбыз, және мәліметтер алмасып отыратынбыз. Біріміз білмейтін жерде біріміз толықтырып, сол кездері оқитын және қазірде оқитын өзімнің достарым бар кітапты. Сыныбымызда Айпаева Айшолпан деген біздің сыныптың оқушысы болды. Бір класста оқыды. Бірнеше мектептен тыс өткізілген іс-шаралар болды. Қалай аты? Әйтеуір әлеуметтік желі арқылы қатысып Ал деген ба, бір әлеуметтік желі бар, арнайы жоба бар, кітап алу. Сол жобаға қатысып деген бар. бірнеше ең бірінші бастапқыда кітап ұтып алып жүрді, одан кейін жаймен көптеген сыйлықтар алып, бірнеше кітапты оқып тастады. Керемет, тамаша. Бұл кітап деген жалпы таусылмайтын қазына, бұл жаңағы ешкім түсіне бермейтін, оны түсінетін адам ғана түсінеді. Ол жауһар сөздің бір қазынасы, қоймасы сияқты, иә. Жаңағы қымбатта тұрмай сатып аламын десең, кітапханада алам десең де қол жетімді. Енді кітапхана демекші, мектептің кітапханасы осындай көркем шығармаларға бай ма? Қаншалықты бай? Әлде тек оқулықтан тұра ма? Жоқ. Мектепте кітап қоры бар. Жазылады ғой. Балалар жазылып, бірақ енді жаңағы санаулы да. Мысалы, бір шығарманы берсеңіз, бәрі кім бірінші барып алады, сол ол жетеді деген сияқты. Бірақ кітап қоры бар. Енді әймен ана кітап оқыған кезде өзінің әдіс тәсілің бар ма кітап оқуда? Түртіп алу, арнайы дәптер жүргізу. Иә, мен кітап оқыған кезде кітаптың астын сызып оқимын. Әрбір сөзінің қара қаламмен әрбір сөздің астын сызып оқимын, және кітапты ашқан кезде бірден көзге түседі, сосын бірден есіме түсетін болғаннан кейін солай астын сызып оқимын, және дәптерге де жазып алып тұрамын, қысқаша етіп, сол кезде бірден есіме түсетін деп. Жаңа осы Крузо мен Алмас Қылышты қатысқан жарысымда солай дайындалдым. Қандай сайыстарға қатыстың осы екі шығармамен? Балалар әлемі. Иә, балалар әлемі. Балалар әлеміне қатыстың. Республикалық жүлделі? Бізге жүлде бұйырмады, өкінішке орай. Бұл кітап бойынша балалардың оқыған-оқымағандығын тексеру бойынша болған жоқ бұл жобада. Эссе, сосын тест сұрақтары. Енді бізге жеңіс бұйырмады. Дегенмен сол кітапты тауысып шықтың. Иә, өзіме біраз мәлімет алдым. Түсінгеннен бұрын тағы тұшыну деген бар. Тұшыну оқу, жаңағы қойын дәптер жүргізу жақсы әдіс, біздің де әдіс сондай. Түртіп алып жазып отыру, сосын кейін парақтаған кезде есіңе түсіп отырады. Сондай афоризм сөздері, нақыл сөздері, жаңа Шыңғыс ханның да ережелері бар еді, басқарудағы ережелерін жазып қойған сөздерін енді есіме түсіп отыр. Соның ішінде жаңа ханда бауыр болмайды дейтін бір ережелері бар. Балдарына өсиет қалып Төрт ақылы, оның айтқан төрт ақылы бар. Иә, соның ішінде жаңағы ханда бауыр болмайды, соның бірі. Енді есіме түсіп отыр, әйменмен сөйлескеннен кейін. Керемет, енді оның тағы да көшпенділердің 2 бөлімі бар, иә? Оларды оқу жоспарда бар ма? Иә, әрі қарай қызықтырып жатыр.
бізде кітап ал деген дүкендер бар қалада, білесіздер ғой, иә? Кіріп оқуға болады, кофе ішуге болады, сондай жақсы кітап оқуға жағдай жасалған жерлер өте көп. Тамаша. Жалпы кітапты қайда оқыған ұнайды? Үйде оқыған ба, әлде кітапханада? Үйде оқыған, Тәжібаевқа барып кітап алам, және үйге өзім келіп тынығып, әсіресе түнгі уақыттарда оқыған ұнайды маған. Көбінесе жұрттар азанда оқыса, маған түнгі уақытта оқыған ұнайды. Және сол үйде жатып өзім тыныштықта оқимын кітапты көбінесе. Шабыт жалпы түнде қараңғыда Иә, еді сол негізі. Ания Әбдіжанқызы, өзіңізге белгілі, осы Қызылорда өңірі 1925-29 жыл аралығында бүкіл қазақ АКСР-ның астанасы болу мәртебесіне ие болды. Сол жыл аралығында қазіргі таңда Ғалиясат сауда үйі баспахана болды. Сол баспаханада қазақ әдебиетінің заңғаралықтарының Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлиндер осы жерге келіп жұмыс жасап, кітап шығарды сол баспаханада. Сол кітаптар музей қорында сақтаулы. Латынның төте жазуымен латынша жазылған, араб қарпінде төте жазылған кітаптар бар. Мен бір ұсыныс жасағым келеді, оқушыларды сол қолжазбалармен, кітаптармен таныстырып, тікелей жаңағы түпнұсқада ең алғашқы шыққан басылымды парақтай отырып, төте жазуды балалар оқыса, музеймен солай байланыс жасасақ, жаңағы үлкен көп таралыммен шыққан қазір кітаптар, солардың көшірмесі, біз түпнұсқаны балаларға көрсете отырып, бірге оқысақ, балалармен бірге. Оны зерттесек, не жазылғанын, баспа бетіне шығарсақ, зерттей отырып, ғылыми айналымға шығарсақ деген сізге ұсыныс жасағым келіп отыр. Ал енді Әймен, жалпы қазақтың классиктерінің, қазақ халқының классигінің, қазақ әдебиетінің классиктерінің қандай шығармаларын оқыдың? Мұхтар Әуезовтің Қараш-Қарашын, Көксерегін, Қорғансыздың күнін, және Қамар сұлу, Ақбілек, Бейімбет Майлиннің Шығаның белгісі, және Абай жолында бір оқып кеткенмін, және Аманай мен Заманай, сосын Шыңғыс Айтматовтың Жәмила деген шығармаларын оқыдым. Аймен Айша. Аймен Айша, интернет наны, 20-дан аса. 20-дан аса кітапты тауыстың, е? Керемет. Енді сұхбатымыздың соңында жастарға, өзің сияқты қыз ер балаларға кітап оқуға қалай шақырасың, қандай үндеу тастайсың? Құрметті достар, мен сіздерді кітап оқуға шақырамын. Яғни сіздер кітап оқи отырып, өздеріңіздің білімдеріңізді одан әрмен шыңдай аласыздар. Кітап сіздің адал досыңыз. Кітаппен дос бола біліңіз. Қазіргі заманда кітап оқу әрбіріңіз үшін өте пайдалы, және барлығыңызды кітап оқуға шақырамын. Құрметті қонақтар, бүгінгі студиямызға келіп сұхбат бергендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Уақыт тауып, денеріңізге саулық тілейміз, отбасыларыңызға бақ береке, білім жолында кітап оқуда қажымайтын қайрат, талмас қанат тілейміз. Ал енді құрметті көрермендер және радио тыңдаушылар, бүгінгі эфирді Қызылорда облысының мәдениет және спорт басқармасының Қызылорда облыстық тарихи өлкетану музейінің әлеуметтік желі парақшаларынан тамашалай аласыздар. Музей радиосымен бірге болыңыздар.